Мен бір жылап жатырмын. Қамашылып кетті. Кім жылап жатқан талады? Біреулер қосылып жарысып жатыр ма жылаудан? Так, кім жылап жатыр? Так, видеоны қосылайын. Так, барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Айдар. Достар, далада біреулер жылап жатыр ма білмеймін. Просто дауыс шығып жатыр. Қазір көрейік, кім шығып. Так, кім жылап жатыр? Так, шетелдер? Не болған, шетелдер? Так, там шетелдер қалайсыңдар? Шетелдер жоқ. Так, түсінбедім. Так, шетелдер? Так, не болған сендерге? Так, не? Так, шетелдер? Не? Тоқта. Так, артында шетел. Так, не достар? Так, аға 1989 2025 дейді. Не болатыр шетелдер? Аға. Шетел не болатыр? Тоқташы. Так, түсіндіріп беріңдерші, не болатыр шетелдер? Қазір тоқташы, шетел. Так, шетел не болды саған? Ағаң қайда? Не болды? Түсіндіріп берші бәрін. Тұрсам. Тоқташы, мен түсінбей жатырмын. Ағасыныз аты қайда? Ағаның атын білмейсің бе не? Білем. Не істеп тұрсыңдар, шетелдер жыладаршы. Жақсы адамын. Жастай. Так. Тоқташындаршы, не болып отыршы? Ағасыныз атын жазасың. Не болып отыршы? Так. Тоқтында пранк ба, не істеп тұрмын? Шошқып мұ? Так, тоқташ пранк қой, Так, нема жетел там қал. Так. Достар. Так, түсінбей жатырмын достар. Мында жылатын. Достар, короче, анақта достар, жетелдер деген бізде жылап отыр. Еще анақта мен бір түсінбегенім, анақта еще жетел қайтыс болған ба достар. Аға деп жазып болған достар, негізі атын жазу керек еді ғой. Так, достар, мен түсінбедім, что не болып отыршы. Так, жетелдер. Так, маған түсіндіріп беріңдерші, не болды ащы? Басынан аяғынан түсіндіріп беріңдерші, не болып отыр мына жерде? Так, жетел түсіндіріп берші, не болды ащы? Так, ағасыныз мынау негізі. Хотя пранк болса да аттарын жазбайсыңдар ма? Айтар қуасың ба? Қаяқтан пранк біз саған осылай пранк ұстадық па? Сен қуат екенсің ғой, кетші радиоққа. Тұғой. Кешіріңдер. Пранк шығар десем, просто аға дегенге мен. Так, тоқташ, жетел не отыр? Так, жетелде сен неге қорқып тұрсың? Мен шоқ ішкілген соң, олар жылауатқаға келген ғой менде. Қорқып кеттім мен. Жақсы адам еді негізі. Сендер тоқтаңдаршы, келісіп алғансыңдар ма сендер? Айтар, қобаш біз былай бәріміз қосылып алып тағатпай жылап тұрмай шығармыз енді сен алдында. Қуасты? Мен түсінбей тұрмын енді. Мына гүлдер оқығансыңдар мына. Так, былай тұрыңдаршы. Так, ағасы не мен бір түсінбей тұрғаным достар, аға деген. Негізі атын жазу керек еді, мен достар шыны керек атын білмеймін. Просто аға дегенге мен түсінбедім достар, негізі ана жетелдің ағасы ғой. Просто бір түсінбегенім достар, неге аға деп жазып қойған. Так, жақсы достар. Так, жетелдер мен түсінбедім, бұл не болып жатыр сонда жетел. Просто түсініп берші, не пранк па не? Айтар, кетші радиоққа. Кетші, жыдыват тұсын. Қаяққа бар. Жарайды, нөр деген. Достар, так, достар, түсінбей тұрмын, не болып отыршы? Так, көзге тұрыңдар кішкене. Так, достар, мен елді ағда жүрдірін тақташы. Ана жетел қайды, достар, мана таргывец. Так, соған бар қаден, ол қақта жүр. Ол бірден білем екен хотя бы. Так, ол қайды екен. Так, жетел маған бәрін дұрыстап түсіндіріп берші, не болды ше? Түбі екілді гүлдеді басып біз ең қойдық қой. Тұтатшы, не отыр ше неқтағы? Отыр. Айтар, оятшыш по-братски, Айтар, прақ, оятшыш по-братски. Так, жетелдер, Так, достар, Так, достар, Так, ағасы кеп тұр, прикинь, достар, оятшырик. Так, жақсы адам еді. Так, жақсы адам еді. Не отыр деймсіңдер? Кім мынау?
ой иә жақсы адам еді жастай кетті жақсы адам еді енді жедел енді бекем бол енді өзіне енді қатты ойынға салынба енді ой не болып жатыр жақсы адам ей соңғы рет сұраймын не болып жатыр не болып жатыр соңғы рет сұраймын дедім ғой мен сендерге не болып жатыр дияқташы аға жақсы адам еді көзімнен кетпей тұрған қаршы жақсы тағдыр ғой енді жыламаңдар жетелдер болды қойыңдар басшалар жасамай ма кетіңдерші ма так жақсы адам еді жетел так жетел жылашы так жақсы адам еді тұра беріп қысымен так жетелдер енді осы ауылдың енді мері енді кім болады енді мері ауылдың қуастырмай қотыртпаңдаршы әке ауылдың мері кім болады енді ауылдың мері кетіп қалды енді кім болады ауылдың мері жетел сен боласың ба ағай білмеймін енді маған мұра айтып енді қалдыратын шығар бірақ қалдырады дегенде енді кетіп қалды енді қуасың ба қаяқтан мұра қалдырып кеткені көздің алдында тұр ғой сен қарашы тұрсың енді қуат конкретно бірақ қой қудыртпаңдаршы бірақ қой айтаршы сен де бұлармен қосылып тупой болып тұрсың жақсы адам еді тупой деп жақсы адам еді енді қайтыңдар жетелдер енді қайтыңдар енді үйлеріне қайт бір тамақ үйлеріне қайтып тамақ ішіп көздерінің жастарын сүртіңдер енді жетелдер жақсы адам еді так жақсы адам еді мен жылағым бірақ бай ой айтар отыртпашы мыналар әкесі сен де қосылып кеткенсің ба тупойлардың қасына ой жақсы адам еді жетелдер енді қайтыңдар мер енді сен болсың ғой жетелде енді саған мұра айтып қалдырған шығар енді сөйтіп өзі біліп енді сол енді ауылдың мері сен боласың сені тағайындай берейік қуандыртпаңдаршы бірақ қой кетіңдерші вообще жоспен келсем бір көйлекке күшті болып сендер келіп тұрсам не еді вообще не істегенсіңдер мені отырып тұрғансыңдар ма ой убийцалар так жақсы енді қайтыңдар жетелдер енді достар қудырып жібергенсің жетелдер қудырып достар мен кәдімгідей күлкім келіп жарылайын деп тұрған жерде достар естіп қоймасын достар мен жарылып кетеді тұрған жерде ой жабырып күтіңіз достар кәдімгідей мен ана жетелдің тұрған артында тұрған ананы көріп тұрған ол кішкене бір бізділерін өзгертіп жылай салу болмайды достар ана жетел кім мен жетелдердің арасында кіріп тупой болып кеттім ба деген кезде күлкім шаққа ұстап тұрғансың ғой кеткенде жетел ағасының не істеген пранкін айтайық енді короче пранкін айтпасам кеттім так айтайыншы так жетел че там пранк қой сен қалдың ба тупойсыңдар ғой аға сен қалдың ба сен қалдың ба бірақ қой аға қуас бізді тупой деп тұрсың ба сонда аға сені ондай күтпедік сен қалғанды қарашы шығыш кетті ғой бірақ жетелдер енді мен емес кім жетел енді жетелдер қосып кеткен ғой жаңа мен де шошып кеттім сен шынымен қайтыс болып кеттің ба деп мен заттарды көріп мен де басында сенген жоқпын сен келіп қалғанда мыналар ғой айтып отқан айдар не істей салшы ойната салшы деп сосын мен де ойната салғам ғой келісіп айдар қуасың сен кішкене уайымдап кеткенсің ғой не болды ес болып кеттім ғой мен ана жақтан деген жаңағы іс ауыл шаруалармен кеткен ғой ана жақта короче жетелдер тағы да келуі мүмкін ауылға енді көресіздер ғой енді өздерің
Онда шетелдер. Шетелдердің да игеріне қайтындар болып. Шетелдерін жібенді без әбейт. Так, мен емес қанды, шетелдерден көресің. Достар. Олар конкретно қуат. Достар, сіздерге видео ұнаса достар, лайк басып, тіркіліп көтеруін сүреміздер. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Осындай бөлім болған болатын. Бір аңқысадық шетелге кәдімгідей. Көргеніңізге рахмет достар. Лайк басып, тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.